Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай бір жасағаннан мінсіз шығатын, жұп-жұмсақ, тәп-тәтті, ортасы сочный болып шығатын лимонный кекс дайындайтын боламыз. Толық рецепті көру үшін видеоны соңына дейін қарап өтіңіздер. Алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамызды және де ванильный сахарымызды салып, үстіне қантымызды қосып, жақсылап тұрып, венчиктің көмегімен араластыратын боламыз. Қантымыз еріп, осындай ақшыл түске енуі қажет. Енді үстіне сұйық майымызды және де лимонымызды қосатын боламыз. Лимонды 1 қасықтай қоссаңыздар болады. Осындай майда теркадан өткізіп қосатын боламыз. Ендігі кезекте лимонымызды 2-ге бөліп, ортасындағы согын осылай қысып қосатын боламыз. Және де қоспаларыңыздың барлығын алдын ала холодильниктен шығарып қойыңыздар. Сол уақытта біздің кекстеріміз одан сайын биік болып шығады. Енді йогурт қосатын боламыз. Менде йогурт клубничный болды. Бірақтан сіздерде ванильный йогурт болса, ванильный йогурт қоссаңыздар болады. Ұнымызды қосатын боламыз. Ұнымыздың үстіне разделителімізді салып, барлығын осылай толық салып жіберіп, венчиктің көмегімен жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Біздің массамыз осылай барлығы біркелкі әдемі болып араласуы қажет. Және өте қою да емес, сұйық та емес, осындай әдемі масса шығатын болады. Енді кексіміздің бетіне салатын кружкамызды дайындайтын боламыз. 2 қасық қанттың үстіне лимон қабықтарын осылай теркадан өткізіп, араластырып қосатын боламыз. Мен толық рецепті төменге описание бөліміне жазатын боламын. Сол жерден қарап, дәл мөлшерімен жасасаңыздар, сіздердің де кекстеріңіз әдемі болып шығатын болады. Ыдыстарымызға осылай 2 қасықты толтырмай салып, барлығын салып алатын боламыз. Осы уақытта пешімізді қыздырып 180 градуста 20 минутта біздің кекстеріміз дайын болатын болады. Барлығын салып алдым. Енді дайын кружкамызды бетіне осылай салып шығатын боламыз. Бұл кекстердің дәмі де, түрі де және иісі де ерекше болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Бізге өте қатты ұнады және шаймен ішкенге, қонақтарға ұсынсаңыздар да өте керемет болады. 20 минутта біздің кекстеріміз дайын болды. Әдемі болып көтерілген және жұп-жұмсақ, тәп-тәтті, ортасында осындай керемет болып шығады. Менің арнама тіркелмеген болсаңыз, менің арнама тіркеліп, мені қолдап өтіңіздер және менің арнамда достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Ас болсын.